Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов бастауыш сыныпта үш тілді оқыту жүйесіне енгізілетін өзгерістер туралы айтып өтті. Сөзінше, қазақ тілді мектептерде оқушылар бірінші сыныпта тек туған тілінде білім алады, ал өзге тілдер екінші және үшінші сыныптарда қосылады. Министрдің айтуынша, қазақстандықтар үш тілді де меңгеру керек және алдағы уақытта бұл жүйеден бас тарту жоспарланып отырған жоқ. Дегенмен үш тілді бірінші сыныптан бастап оқыту қиын болғандықтан бастауыш сыныптарға өзге тілдерді бірте-бірте енгізбекші. Бастауыш сыныптарға келетін болсақ, осы тақырыпта зерттеу мен сараптама жүргізе келе, бірінші сынып оқушысына үш тілді бірден меңгеру қиын екенін көрдік. Бұл тиімсіз. Мәселе дидактика мен физиологияда. Осы мәселе бойынша шешім қабылдап, қазақ тілді мектептерде бірінші сынып оқушысын тек қана қазақ тілінде оқытуға қатысты жұмыс жүргізіп жатыр. Алдымен өз тілінде оқып және жазып үлгереді. Екінші сыныпта орыс тілі, үшінші сыныпта ағылшын тілі енгізіледі, деді Аймағамбетов. Ал орыс тілді мектептерде оқушы алдымен орыс тілінде жазып оқып үйренеді. Ағылшын тілі үшінші сыныпта енгізілмек. Әдіснама тұрғысынан бұл негізделген. Дәл осындай зерттеу мен ұсыныстар бұған дейін болған, сондықтан осы өзгерісті енгіземіз деп қосты министр. Келешекте енгізу жоспарланып отырған өзгерістер келесідей. Қазақ тілінде оқитын балалар үшін бірінші сыныпта тек туған тілінде оқытылады. Екінші сыныпта орыс тілі, үшінші сыныпта ағылшын тілі қосылады. Орыс тілінде оқитын балалар бірінші сыныпта орыс тілінде және мемлекеттік қазақ тілінде оқыса, үшінші сыныптан бастап ағылшын тілінде қосып меңгереді. Бұл өзгерістер жақын арада енеді. Осы жүйеге көшеміз. Дайындық жүріп жатыр, деді Асхат Аймағамбетов.